Hello, we start English lesson 2, part 2, demonstrative pronouns, this, that, these, those, in interrogative sentences. Сілтеу өсімдіктерінің сұраулы сөйлем түрлері. Өткен сабақта біз this, that, these, those деген сілтеу өсімдіктерінің жай сөйлемде, болымды және болымсыз сөйлемдерде жасалуын қарастырғанбыз. Осы жолы біз interrogative sentence, сұраулы сөйлемдерде қалай болатынын көреміз. Affirmative sentence міне болымды сөйлем. Болымды сөйлемде 4 элемент болды дедік. This сілтеу есімділігі, is көмекші етістік, to be'дің үшінші шақ жекеше түрдегі деген ол белгісіздік артикль зат есіміне қолданады және зат есіміне. Сонымен this is a teapot деген болымды сөйлем. Осыны енді сұрауға айналдырайық. Бұл шайнек пе деген сөз. Шай қайнататын, шай демдейтін шайнекті осы teapot дейді. Teapot шай демдейтін шайнек. Не мына жерде kettle деп тұр. Kettle ол су қайнататын үлкен шайнек. Енді осы бірінші сөйлемде бұл шайнек, осы шайнек пе деп сұрап көрейік. Interrogative sentence. Is this a teapot? Is this a teapot? Міне екеуінің орны ауысты. Келесі сөйлем affirmative sentence болымды. These are glasses. Бұлар стакандар. Енді осылар стакандар ма деп сұрайық. Are these glasses? Are these glasses? Келесі мысал. That is a kettle. Анда тұрған ол су қайнататын шайнек. Сол су қайнататын шайнек пе? Interrogative sentence. Is that a kettle? Is that a kettle? Келесі мысал. Those are jugs. Келесі бұл сөйлем аналар, банкалар. Енді солар банкалар ма? Are those jugs? Are those jugs? Осылай жасалады. Өте оңай. Бізде мысалда ас үйдің бейнесі. Ас үй дегенді kitchen дейді ағылшынша. Бұл ас үй ме деп сұраймыз. Is this a kitchen? Is this a kitchen? Ал енді мына жерде салқындатқыш пен мұздатқыш тұр бергі жақта, сондықтан оларды these деп айтамыз қазір. Are these a fridge and a freezer? A fridge деген салқындатқыш, a freezer ол мұздатқыш. Бұл жекешелеген сөздер, бірақ екі сөз қосылып тұрғандықтан оны көпше деп есептейміз. Сондықтан көмекші етістік осы a қолданылады. Көмекші етістің көпше түрі to be'дің. Are these a fridge and a freezer? Ал енді мына жерде cupboards деген мына тұрған ақ шкаф, ыдыс қоятын шкафты cupboards дейді. Gas stove ол плитамен, газбен жұмыс істейтін плитаны солай айтады. Егер тоқпен жұмыс істейтін болса, оны electric stove деп айтады. Сонымен бұл көпше түрдегі зат есім және жекеше түрдегі зат есім, бірақ барлығы қосқанда көпше түр. Сондықтан are those cupboards and a gas stove деп сұраймыз. Are those cupboards and a gas stove? Ал енді қашықтықта тұрған міне those деп айтамыз. Газ плитасыменен және экстракта иіспенен түтінді сыртқа айдайтын осы жоғарыдағы нәрсені extractor дейді. Are those an extractor and a gas stove? Are those an extractor and a gas stove? Осындай мысалдар. Бұл тамақ жейтін айырдың бейнесі, айырды ағылшынша a fork дейді. Бұл айыр ма? Is this a fork? Немесе бұл спагетти иленген айыр ма? Is this a fork with some spaghetti? Some spaghetti деп айтады, өткен спагетти саналмайтын затқа жатады, саналмайтын заттармен осындай some деген сөз қолданылады. Оны кейін тағы да бөлек өтеміз зат есімдерді өткен кезде. Әзірше осы is this a fork with some spaghetti? Бұл бетте біз сұрақтың басқа түрін қоямыз. Алдыңғы беттерде біз
Бұл кухня ма? Бұл спагетти ма? Деген тура сұрақтар қойғанбыз. Енді бұл бетте біз бұл не? Немесе бұлар не? Деген сұрақты қойып көрейік. Ондай сұрақ, міне, осындай болады. Сөйлемнің құрылысы алдыңғыдай болады. Міне, алдымен көмекші етістік келеді, содан кейін барып сілтеге өсімдігі. Бірақ не деген сұрақты алдымен қояды ағылшын тілінде. What are these? Бұлар нелер? These are cups. Бұлар пиалалар немесе кружкалар деген сөз. Ал енді осы бейнеге қарап біз екі түрлі сұрақ жасап көрейік. Екі түрлі сұраулы сөйлем. Сорада, міне, сорада бізде терезе. Ол терезе екенін біз білеміз, сонда да сұрап көрейік. Is that a window? Is that a window? Сорадағы терезе ме? Ондай сұраққа біз әдетте иә немесе жоқ деп жауап береміз. Иә, ол терезе. Әрине терезе. Yes, it is. Is that a window? Yes, it is. Ал енді сол терезенің жанындағы не нәрсе деп сұрап көрейік. Не нәрсе дегенді біз алдымен сұраймыз деп айттық. Алдыңғы бетте what дегенді what деп бастаймыз. Содан кейін көмекші етістік, содан кейін сілтеу етістігі, содан кейін барып басқа пысықтауыш сөздер. Next to the window, терезенің жанындағы деген сөз. What is that next to the window? What is that next to the window? That is a plant. Ол өсімдік. That is a plant. What are these? What are these? Mınalar neler? These are a plate and chopsticks in a tray. Тарелка, a plate, chopsticks, не таяқшалар. In a tray, пәтнесте деген сөз. These are a plate and chopsticks in a tray. Осы сұраулы сөйлемдерге арналған бұл бетте негізінен кухнядағы заттар. Сол кухнядағы заттардың мен атын тез оқимын, жанында қазақшасы тұр, үйде дәптерлеріңе жазып, жаттап үйреніңдер. Kitchen, ас үй, a plate, тарелка, a spoon, қасық, a tablecloth, дастархан, a mixer, a cup, a fridge, a dining room, a ladle, a fork, a napkin, a toaster, a cupboard, міне транскрипшндер тұр кейбір сөздердің, a freezer, a pot, a pan, pan, сковородка деген нәрсе, teapots, a teapot, шай демдейтін шәугім, rolling pins, sieves, graters, small and large bowls, dishwasher, kettles, teaspoons, cutting boards, colanders, grinders. Ал осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар. Until next lesson.